Лейла мен оның анасы Сити бірге мәйітханашы болып жұмыс істейді. Сити Лейланы үйреткісі келеді. Бірақ олар бір мәйітті тапқанда, оның түрі Лейланы шошытады. Сити оны сабырға шақырып, денені жуа бастайды. Аударып жатқан кезде, Лейла мәйіттің арқасындағы қамшымен ұрған іздерге ұқсайтын жараларды көріп, шошып кетеді. Сити оған өлілерге құрметпен қарау керектігін ескертеді. Бірақ кенет мәйіт көзін ашады. Миссис Иданың немересінің сүндетке отырғызу рәсімі кезінде Сити Иданың мазасызданып тұрғанын байқайды. Мерекеден кейін Лейла Ситиді алып кетеді. Және өзі де жамандықтың белгілерін көре алатынын біледі. Үйге қайтып келе жатқанда олар Ситидің ұлы Арифпен кездеседі. Сити оған өз жолын табу керектігін айтып, жігерлендіреді. Кейін Ариф Рикаға оның жалдамалы үйіне көмектесу үшін кетіп қалады. Сити дұға оқып жатқан кезде ол бір түрлі дыбыстар естиді. Бірақ айналадан ештеңе байқамайды. Сол сәтте оның артында бір жын пайда болып, Ситидің дұғасын мазақтап қайталайды да кенет ғайып болады. Лейла күтпеген жерден Ситиге макияж жасауды үйренгісі келетінін айтады. Сити одан мұны не үшін қалайтынын сұрағанда, Лейла ашуланып, ыдыс жууға кетіп қалады. Сол кезде Сити бұзылып кеткен тамақ салынған пакетті тауып, Лейлаға есіктерді жауып, ешкімді кіргізбеуді тапсырады. Сінбей қалған Лейла Ситиден қайда бара жатқанын сұрайды. Бірақ анасы жауап бермейді. Сити есікті ашқан кезде, олар миссис Иданың қайтыс болғаны туралы хабарламаны естиді. Сити бірден Иданың үйіне барып, оның өліміне қатысты сұмдық жайттарды біледі, және мәйітті өзі жууға шешім қабылдайды. Сол уақытта Лейла түн ішінде шатырдан шыққан оғаш дыбыстардан оянып, не болып жатқанын тексеруге барады. Бірақ күтпеген жерден шатыр опырылып түседі. Осы кезде Ариф үйге келіп, айналаның астан-кестен болып жатқанын көреді. Дәл сол сәтте Сити де қайтып келеді. Ол есіктен кіре салысымен талып қалады. Ал Лейла мен Ариф оны үйге кіргізіп көмектеседі. Түнде Лейла Ситидің бір нәрсені өртемек болғанын байқап, одан неге әлі ұйықтамағанын сұрайды. Сити оған қанға малынған Идаға тиесілі киімдерді көрсетіп, мәйітті жуғаннан кейін бәрін өртеу керектігін түсіндіреді. Лейла қалған заттарды өртеп, Ситиге демалуға кеңес береді. Бірақ үйге кіргенде, Сити айнадағы өз бейнесін көріп, шошып кетеді. Кейін Лейла төсекте жатады, ал Сити одан есікті құлыптағанын сұрайды. Бірақ Лейла жауап бермейді. Сити артына бұрылғанда Лейланың орнында жоқ екенін көріп, аң-таң болады. Бірақ біраздан соң Лейла қайтып келіп, анасының жанына жатады. Сити оған өзін кінәлі сезінетінін айтып кешірім сұрайды. Және әр адамның өмірде өз рөлі бар екенін түсіндіреді. Осыдан кейін ол ұйықтауға бұрылады. Түн ортасында Сити қайтадан оғаш дыбыстар естиді. Және өзіне қарай жақындап келе жатқан жын перінің көлеңкесін көріп, қатты шошиды. Ол әрекет етіп үлгерместен жын оны буындырып өлтіреді. Таңертең Лейла оянғанда анасын жансыз күйінде тауып шошып кетеді. Оның жан дауысы Арифті оятып, ол да анасының өлі денесін көріп есеңгіреп қалады. Біраз уақыттан соң ауыл тұрғындары олардың үйіне жиналады. Ания мәйітті жууға кірісу керектігін айтып, Ситидің денесін жууды кейінге қалдырмауға кеңес береді. Сыртта ауыл басшысы Арифтен аналарының қалай қайтыс болғанын сұрайды. Ариф Лейланың айтуынша анасы қан кетуден көз жұмғанын, өйткені оның денесінде жарақат немесе бөлмеге біреудің кірген белгілері болмағанын түсіндіреді. Лейла анасын жууға дайындалған кезде Ситидің көздері бақырайып ашық жатқанын көріп, шошып кетеді. Ол анасын өлімін қабылдауға шақырып, оны жууға рұқсат сұрайды. Лейла анасының көздерін жұмып, өзі де көзін тарс жабады. Да оны есіне алады. Біраз уақыттан соң ол біреу қолын ұстап тұрғандай сезінеді. Бұл анасының рухы еді. Ол Лейлаға өлікті жуу құрметті іс екенін айтып жатқандай болады. Ситидің рухының жетелеуімен Лейла денені жуа бастайды. Бірақ аяқтаған сәтте кенет Ситидің аузы ашылып кетеді. Лейла ішінен тікенекті сымның бір бөлігін тауып, қатты шошиды. Кейін Сити жерленеді, ал ауыл тұрғындары Лейла мен Арифке көңіл айтып тарасады. Сол кеште Ания Лейлаға көңіл айту үшін келіп, аза тұту рәсіміне арналған ақшаны береді. Ол Лейладан миссис Ида мен Ситиге арналған дұғаны бірге оқуға болама деп сұрайды. Лейла келіседі, бірақ көршілер Ситидің төсегінде қан дақтарын көріп таңғалады. Олар Ситидің қалай өлгенін сұрағанда, Лейла үндеместен есікті жауып алады. Ариф құралдарын тексеріп жатқанда, Лейла оның анасының өліміне немқұрайлы қарайтынын байқап, тіпті оны жуудан бас тартқанын есіне салады. Бірақ Ариф ештеңе деместен құрал жабдықтарын алып, үйден шығып кетеді. Лейла анасының төсенішін жуып жатқанда, судың ішінде тағы бір тікенекті сымды байқап шошып кетеді. Бірақ ол қолымен алмақ болғанда, сым жоқ болып кетеді. Осы кезде Ситидің құрбылары болған оқиғалар туралы өсек таратып, Сити мен Иданың өлімі арасында байланыс бар ма деп күмәндана бастайды. Терри олардың қарым-қатынасы тым жақын болғанын айтып, екеуіне қарғыс тиген болуы мүмкін деп күмәнданады. Сол сәтте ол байқаусызда саусағын кесіп алады, ал оның қаны Сити мен Иданың суретіне тамып кетеді. Түнде ауыл тұрғындары Ида мен Сити үшін дұға оқып жатқанда, жынның қолы дұға кітабын көтереді. Терри айналадан ешкімді көрмесе де,
белгісіз дауыстың дұға оқып жатқанын естиді. Кенеттен Ида мен Ситидің рухтары оның құлағына сыбырлап, дұға қайталап, қорқынышты сөздер айтады. Терри үрейленіп, өлгісі келмейтінін айтып айқайлап жібереді. Ауыл басшысы адамдарды сабырға шақырып, электр жарығы өшіп қалғанын айтып, дұғаны жалғастыру үшін шам жағуды ұсынады. Шамдар жанған кезде Лейла ауыл тұрғындарының арасында анасының достарының елестерін байқайды. Бұл оны әрі таңғалдырса, әрі шошытады. Ол дұға оқып отырған Аннаның елесін көреді, бірақ Аннаның өзі де сонда отырған болады. Осы кезде Аннаның елесі Лейлаға қарап жақындайды. Дәл сол сәтте жарық қайта жанады. Үйіне қайтқан Лейла анасының намаз оқып отырғанын көріп, тітіркеніп кетеді. Ол жақындағанда намаз көйлегі жерге құлап түседі. Лейла қорқып оны көтергенде аяғы кенет тікенекті сымға тиіп, қатты ауырады. Аяғындағы сымды жұлып тастаған сәтте анасының рухы көз алдында пайда болады. Осы кезде Анна ұлы Бимомен сөйлесіп отырады. Бимо ауылдан тыс жерде жұмыс тапқанын айтады. Бірақ Анна бөлмеден бір елес сығалап қарап тұрғанын байқап, жүрегі дір ете қалады. Бимо ештеңе түсінбеген соң, ол бұл көріністі елемеуге тырысады. Бимо кеткеннен кейін Анна әлгі бөлмені тексермек болып кіреді. Кенет гардеробтың есігі өздігінен ашылып кетеді. Абдырап қалған Анна ішке кіреді. Бірақ есік кенет тарс жабылып қалады. Ол есікті ашуға тырысқанымен ештеңе шықпайды. Бірақ ол артына бұрылған кезде есік қайта ашылып кетеді. Сол сәтте Лейланы жынның қолдары тартып алып, оны ұстап қалады. Оның жан дауысы шыққанда Бимо жүгіріп келеді. Бірақ есік ашылғанда ол Аннаның қан құсып жатқанын көреді. Есікті ашпақ болғанда ол қатты серпіле жабылып, Бимо ішке кіре алмай қалады. Ақыры есікті бұзып кіргенде ол Аннаның анасының жансыз денесін табады. Кейін ауыл басшысы Арифтен Лейланы сұрап, оны шақырғанын, бірақ жауап бермегенін айтады. Ариф әпкесін іздеуге кетеді, және оған анасының денесін жууды жалғыз өзі жасағанын еске салады. Бірақ Лейла есікті жауып, оның ештеңе түсінбейтінін айтып, ішке кіргізбей қояды. Осы кезде Бимо келіп, Лейладан көмек сұрайды. Бірақ Лейла үнсіз қалады. Осы уақытта полиция қызметкері Дираджа ауыл басшысына бұл үшінші оқиға екенін айтып, біреу оны хабарлай ма деп сұрайды. Ауыл басшысы отбасылардың ештеңені жария еткісі келмейтінін түсіндіреді. Дираджа мәйітті көргісі келетінін айтады. Ал басшы Бимоның пікірін сұрағанда, ол бұл кісі өлтіру емес деп сендіріп, Лейланы күту керек екенін айтады. Лейла осы кезде Аннаның көмек сұраған дауысын естіп көзін ашады. Бірақ оған қарсы тұрған Аннаның елесін көріп, қорқыныштан сілейіп қалады. Дәл сол сәтте Ариф келіп, не болғанын сұрайды. Бірақ Лейла үнсіз қалады. Ариф оған Бимоның үйінде екенін, Дираджа Аннаның денесін тексергісі келетінін, бірақ Бимо Лейланы күтіп отырғанын айтады. Лейла Аннаның қалай өлгенін сұрағанда, Ариф оның өлер алдында қан құсқанын жеткізеді. Бимоның үйіне келген соң, Лейла Аннаның аузынан тікенекті сым іздейді, бірақ ештеңе таппайды. Ол мәйітті жуа бастаған кезде, кенеттен Аннаның денесі тіктеліп ішін нұсқайды. Лейла абдырап, Аннаның қарнынан шығып тұрған тікенекті сымды байқайды. Ол қорқыныштан дірілдеп, оны ақырын тартып алады. Осы кезде мәйіт Лейланың үстіне құлап кетеді. Лейла үрейленіп, Аннаның көздерін жабуға тырысады, бірақ олар қайта ашыла береді. Сол сәтте Аннаның жансыз денесі оның қолын шап беріп ұстап алып, көмектесші деп сыбырлайды. Кейін Аннаның денесі жерлеуге дайындалып жатқанда, ауыл басшысы Терриге Дираджа оған бірнеше сұрақ қойғысы келетінін айтады. Дираджа Анна мен араларында қандай да бір мәселе болған болмағанын сұрайды. Бірақ Терри Аннаға жақын болмағанын айтып, бұл туралы сөйлескісі келмейтінін білдіреді. Келесі күні Бимо көшіп кетуге дайындалып жатып, Лейлаға бір оғаш нәрсе көргенін айтады. Ол анасы қайтыс болар алдында Нори есімін атағанын жеткізеді. Бимо Лейлаға ботаникалық баққа саяхат кезінде түсірілген бала кезіндегі суреттерін көрсетіп, Норені көрсетеді. Лейла оның қазір қайда екенін сұрағанда, Бимо Норенің ауылдан көп жыл бұрын кеткенін, және оның әкесі мен басқа да күйеулеріне қатысты бір оқиға болғанын астарлап жеткізеді. Кейін Терри Лейлаға келіп, Анна, Ида және оның анасының өлімдері күмәнді көрінетінін айтады. Түнде Лейла Иданың қабірін қазып, оның жамбасынан шығып тұрған тікенекті сымды көреді. Шошып кеткен Лейла оны суырып алған сәтте, айналасын елестер қоршап алады. Қатты үрейленген ол тез қабірден шығып, жан ұшыра қаша жөнеледі. Келесі таңертең біреудің Иданың қабірін бұзғаны жарияланады, және ауыл тұрғындарынан алдыңғы түнде не істегендерін хабарлауы сұралады. Кейін Лейла Нори туралы көбірек білу үшін Иданың үйіне барады, және Тути есімді әйелмен кездеседі. Тути Норені зұлым адам деп атап, оның көптеген некелерді бұзғанын айтады. Бірақ ол толық айтып үлгермей жатып, белгісіз сыбырды естіп, кенеттен өз бетін тырнай бастайды. Бұл көрініс Лейланы шошытады. Тути есін жиып, Лейладан не үшін келгенін сұрағанда, Лейла Нори туралы білгісі келетінін айтады. Осы кезде Тути Иданың қабірінің бұзылғанын айтып, тезірек кетуді ұсынады. Ариф Лейланың төсегінің астынан күрек тауып алады. Дәл сол кезде Лейла келіп, оның қабірді қазғанын сұрайды. Лейла анасының Иданың өлімін неге жасырғанын анықтау керек екенін түсіндіреді. Ариф полицияға хабарлау керек деп кеңес береді. Бірақ Лейла бұның олардың міндеті емес екенін айтып, анасының аузынан
және басқа мәйіттерден тапқан тікенекті сымды көрсетеді. Ол бәрінің қарғыстың кесірінен екенін меңзейді. Осы сәтте олар Терридің қорқып қашып бара жатқанын көреді. Кейін Терри бір әйелге Идап, Сити және Аннаның қарғыс кесірінен өлгенін айтып береді. Бұл қауесет тез таралып, ауыл тұрғындары басшыға жиналады. Бірақ ауыл басшысы оларды сабырға шақырады. Түнде Лейла Терримен кездесіп, Нори туралы жайсыз әңгімелер таратқаны үшін оны айыптайды. Терри өзін қорғауға тырысады. Бірақ дәл осы кезде Дираджа келіп, егер оларда қандай да бір күмән болса, оны полицияға хабарлау керектігін айтады. Лейла полицияның бұл істе не істей алатынын сұрағанда, Дираджа оған Норинің әлдеқашан өлгенін хабарлайды. Ол Лейлаға ойланбай әрекет жасағанша, оған келіп кеңес сұрауды ұсынады. Дираджа кетіп қалған соң, Лейла Терримен қайта сөйлесуге тырысады. Бірақ оның үні кенеттен жынның даусына айналады, ал есі қатты жабылып қалады. Терри әлдененің билігінде болып, көмек сұрай бастайды. Ол өзін күйеулерді тартып алды деп айыптағанын айтып жалынады. Лейла оның Норинің рухымен ауырып қалғанын түсінеді. Сол сәтте Нори Лейлаға өткен шақты көрсетеді. Ауыл әйелдерінің оған қалай қарағанын және айыптағанын бейнелейді. Нори өзінің кінәсіз екенін айтып, өзін қорғауға тырысады. Бірақ Лейла оны аяусыз айыптап, өлімге лайықты екенін айтып кетуін талап етеді. Ақыры Нори Терридің денесінен шығып кетеді. Сол түні Лейла ұйықтап жатқанда, оны қараңғы жын-перінің көлеңкесі бас салып қылқындырады. Ол өлім аузында тұрғандай көрінеді. Кенет көрініс өзгереді. Оның денесі жерлеуге дайындалып жатыр. Алайда Лейла шошып оянып, мұның барлығы қорқынышты түс екенін түсінеді. Лейла жасырын түрде Риканың үйіне кіреді. Ол жерде сынған плитаны және анасы мен оның достарының суреттерін тауып, таңғаларлық шындықты ашады. Рика Норинің қызы екен. Осы уақытта Тутиге жын шабуыл жасап, оны өлтіреді. Лейла Терридің үйіне барып, оны дұға етіп отырған жерінен табады. Ол Терриге Нори туралы шындықты айтып береді. Бірақ кенеттен қорқынышты көрініс пайда болады. Норинің елесі анасы Сити мен оның достарының бейнесінде көрінеді. Олар Лейлаға бір кезде Норини күйеулерді арбат деп айыптаған сәттерін көрсетеді. Осы сәтте Лейла Тутидің қайтыс болғанын біледі, ал Нори өзінің кінәсіз екенін айтып, әйелдерге олардың күнәларын өзіне жабуға болмайтынын ескертеді. Лейла Тутидің денесін жууға барады. Бірақ оның көзінен тікенекті сымды табады. Ол оны алып тастамақ болғанда, Тути кенеттен тіріліп, қорқыныштан қалтырай бастайды. Лейла оның денесіне тікенекті сымның кіріп, қолынан өтіп, аузынан шығып жатқанын көреді. Лейла сымды тартып шығарып алады. Дәл сол кезде анасы Сити мен оның достарының елестері пайда болып, көмек сұрайды. Кейін Дираджа Лейлаға есікті ашуды бұйырады. Бірақ Лейла тікенекті сыммен байланған күйде қиналып жатады. Ол есікті бұзып кіргенде, Лейланы еденде ес-түссіз табады және оны өзіне келтіреді. Дираджа мәйітті сараптамадан өткізу керектігін айтып, Лейланы мәйіттерді жуудың сылтауымен дәлелдерді жасырып жүр деп күдіктенеді. Лейла Риканы айыптап, оның Норинің қызы екенін ашып салады. Ол Рикаға анасының жасаған істері үшін жауап беруді талап етеді. Бірақ Рика сабырмен, бұл олардың күнәлар, оны анама жаппа деп кетіп қалады. Лейла оны тоқтатуға тырысады, бірақ сол сәтте басқа әйелдер жынданып, бірінен соң бірі есінен танып құлай бастайды. Көрініс өткен шаққа ауысады. Лейланың анасы Сити мен оның достары Риканың үйіне баса көктеп кіріп, оны сүйреп шығарып, соққыға жығады. Осы кезде белгілі болады Сити мен оның достары Норини азаптағанда, Терри олардың қатарында болмаған. Рика ашуланып әйелдерге айқайлап, сендер мұны бұрын менің анама жасағандай маған да істеп отырсыңдар, деп тоқтауды талап етеді. Ол өз қателігін мойындайды. Бірақ әйелдердің бәрі кінәлі екенін айтады. Алайда бір әйел оны анасындай қанпезер деп айыптайды. Содан кейін ұрып соғу жалғасады. Осы кезде Ситидің рухы Лейлаға жақындап, зорлықты тоқтатуды өтінеді. Лейла араша түсуге ұмтылады, бірақ ашулы топ оған шабуыл жасап, соққыға жығады. Ариф көмекке келіп, оларды құтқармақ болады. Бірақ оның басына ауыр зат тиіп, ол сол жерде жан тапсырады. Лейла ағасының өліміне күйініп, қайғыға батады. Уақыт өте келе ол мәйіттерді жуу ісін жалғастырады. Бір күні ол өлген адамның денесінен түйреуішті алып тастайды. Бұл оның да қарғысқа ұшырағанын білдіреді. Осылайша қарғыс бүкіл ауылға жайылып кетеді.